Сәлем, есімім Мырзахан, бастаушы видеомонтажер курсына қош келдіңіз. Бұл алғашқы сабақ кіріспе болғандықтан, бұл сабақта өзім жайлы, Premiere Pro программасы жайлы және оны қалай басу керек екенін айтатын боламын. Жалпы бұл курс қазақ тілінде өтеді. Жалпы саны 12 сабақтан тұрады. Курстың қолжетімділік мерзімі кез келген уақытта, яғни сіз кез келген уақытта өзіңіздің бос уақытыңызда ашып көре аласыз. Курс қамтитын негізгі тақырыптар ол Premiere Pro-ның негізгі инструменттері мен эффекттері, анимация, маскинг және музыка, аудио, тексттермен жұмыс жасау. Жалпы курс бойында сіздерге арналған чат болады. Ол чатта сіздер жаңа достар тауып, бір-біріңізбен сөйлесе аласыздар. Курс аяқталғаннан кейін арнайы сайттан тест тапсыру арқылы өздеріңізге сертификат ала аласыздар. Өзім жайлы айта кететін болсам, менің аты-жөнім Жұмахан Мырзахан, Назарбаев университетінің 4-ші курс студентімін, Жетісай қаласының тумасымын. Видеомен айналысып жүргеніме осымен 5-ші жыл. Осыған дейін 100-ден астам коммерциялық видеолар және де шығармашылық видеолар. Сонымен қатар 5 қысқаметражды фильм түсірдік. Оның біреуі өткен жылы Назарбаев университетінің фильм фестивалінде 4 номинация жеңіп алған болатын. Оған қоса тағы бір қысқаметражды киномыз YouTube желісінде 150 мыңнан астам көрілім жинады. Және де қыркүйек айында 48 сағаттық конкурста біз өзіміздің қысқаметражды фильмімізді түсірген болатынбыз. Ендеше программаны қалай басу керек екенін және Premiere Pro жайлы айта кетейін. Premiere Pro жалпы қазіргі таңдағы осы видеомейкерлер қолданатын ең танымал программалардың бірі. Себебі онда өте ыңғайлы, сонымен қатар функциялар өте көп. Сіз Premiere Pro арқылы видеоларды қырқып қосумен өзіңіздің қысқаметражды фильміңізге дейін жасай аласыз. Енді инструкциясы жайлы айтатын болсақ, сізге берген курстың программасы арқылы инструкцияға кіреміз. Мұнда инструкцияның бірінші қатарында сілтеме берілген. Сіз бұл сілтемені көшіріп алып, мышканың оң жағын арқылы копировайтты басамыз. Өзімізге келіп браузерді ашып, мысалы менде қазір дайын тұр. Осында өзіңіздің жаңағы сілтемеңізді ставить етіп, сілтемені аша аласыз. Сілтемені ашқаннан кейін Enter'ді басасыз. Одан кейін сізде файл көрсетілу керек. Яғни бізде файлдың аты Adobe Premiere Pro 2020 Multilingual ISO. Осы файлды сіз скачать деп өзіңіздің компьютеріңізге жүктеп алуыңыз қажет. Басамыз. Қазір тартылып жатыр программа. Менде программа бар болғандықтан сіздерге программаның қалай көрінетінін көрсетейін. Жалпы тартылып болған файл сіздерде осылай тұру керек. Енді басу үшін файлды ашамыз. Одан кейін бізде бірінші папка Adobe 2020 папкаға кіреміз. Келесі бізде ашылатын файл ол setup.exe файлы. Осы файлды ашамыз. Келесі кезекте бізде тіл таңдау мен продолжить кнопкасын басу. Яғни сізге орыс тілі ыңғайлы болса, продолжить баса беріңіз, немесе ағылшын тілі болса өзіңізге қарай. Алайда мұнда қазақ тілі жоқ. Сондықтан продолжить кнопкасын басамыз. Бар болған осы, енді күту ғана қалды.